Қарға мен кірпі. Сүлеймен деген патша қарға мен кірпіге былай деп бұйрық береді. Сен қарға, жер жүзін аралап сайрайтын бір жақсы құс тап. Құсты бас жағыма отырғыз. Таң атқанда ол мені ғажап әнімен оятсын. Ал сен кірпі, бір жұмсақ нәрсе тауып кел. Оны жастығымның үстіне бетіме тақап қой. Құстың үнімен оянған кезде бетім сол жұмсақ нәрсеге тисін. Қарға дамыл таппай дүние жүзін аралайды. Көп құстың сайрағанын естиді. Бірақ бұған бірде-бір құстың үні ұнамайды. Бұған бұлбұл да, басқа құстардың барлығы жақсы сайрай алмайтын болып көрінеді. Дауысы әдемі құс таба алмай, қарға сорлы қатты қайғырады. Енді маған өлім келді ғой деп, таң мезгілінде шаршап шалдығып ұясына оралады. Анасын көрген балапандары қуанып, қарқылдай бастайды. Олардың қарқылдағаны қарғаға сондай әдемі, сондай нәзік естіледі. Қарға қуанып, балапандарын Сүлеймен патшаның бас жағына ұя салып соған отырғызады. Кірпі де дамыл таппай жер жүзін кезіп, жұмсақ нәрсе іздейді, бірақ еш жерден таба алмайды. Бұл да жалығып, арып ашып, үңгіріне қайтып келеді. Анасын көрген балапандары шығып құшақтай алады. Кірпі оларды бауырына қысады. Сонда оған балалары сондай жұмсақ болып сезіледі. Кірпі дәреу оларды Сүлеймен патшаның сарайына апарып, бас жағына отырғызып қояды. Әлден уақыттан соң таң атады. Қарғаның балапандары қарқылдай бастайды. Сүлеймен оянып бұларға қарай бергенде, кірпі балапандарының тікенегі бетіне батып кетеді. Қараса қарғаның балапандары мен кірпінің балапандары екен. Сүлеймен ашуланып, қарға мен кірпіні шақырып алады. Жендеттеріне мыналардың басын кесіңдер деп бұйырады. Жазалы болған кірпі мен қарға дат тақсыр дейді. Сүлеймен айт датыңды дейді. Қарға мен кірпі өздерінің басынан кешкендерін баяндап береді. Содан кейін Сүлеймен, әркімге өзінің баласынан артық керемет жоқ екен ғой. Баласы өзіне балдан тәтті, оттан ыстық, күннен жарық, мамықтан да жұмсақ екен ғой деп, қарға мен кірпіні босатып жібереді. Қарға баласын аппағым дер, кірпі баласын жұмсағым дер деген сөз сол заманнан қалса керек. Ертегі мынасы балалар, каналыма тіркелуді ұмытпаңдар.